Көтенге арналған керемет жаттығулардың бірі ол сплит присед. Қалай орындаймыз? Аяқты иықтың деңгейіне қоямыз, бір аяқты сәл алға қоямыз, екінші аяқты сәл артқа қоямыз. Түсеміз, көтерілеміз, түсеміз, көтерілеміз. Егер шетінен қарайтын болсақ, былай көрінеді. Бір аяқты алға, екіншісі артқа. Отырдық, көтерілдік. Отырдық, көтерілдік. Бұл жерде не білу маңызды? Егер біздің денеміз вертикалды түрде болатын болса, осылай, бұл жерде 50% жүктеме ол аяқтың алдыңғы бұлшықеттеріне түседі, және 50% жүктеме ол біздің бөксенің бұлшықеттеріне түседі. Егер біздің мақсатымыз бөксенің бұлшықеттері болса, денемізді сәл алға қарай еңкейтіп жасаймыз. Сол кезде пайыздық көрсеткіш бойынша бұл 70% бөксеге кетеді, 30% аяқтың алдына кетеді. Және де қандай қателіктер бар? Бұл жерде қателік ол аяқты бір сызықтың бойына қою. Егер осылай істейтін болсақ, бұл жерде біз тепе-теңдікті жоғалтамыз. Сондықтан екі аяқты иықтың деңгейінде қою қажет. Және келесі қателік ол аяқты өте жақын қою, осылай, немесе тым алыс қою, осылай. Сендердің қою ара қашықтығы сіздерге ыңғайлы болу керек, ол біріншіден. Екіншіден, тізе бүгілген кезде аяқтың, яғни саусақтың ұшына дейін ғана бөгілуі тиіс. Сосын үш нүктені қадағалаймыз. Ол тізенің нүктесі, жамбастың нүктесі және иықтың нүктесі. Түзу бір сызық болу керек. Яғни мына жер қисық сызық, бұл жерде бұл дұрыс емес. Міне осындай қателіктер бар, сондықтан дұрыс орындаңдар. Спортпен айналысыңдар.